Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым. Даланың жыры, дананың сыры, сөздің сиқыры болмысына дарыған тума талант егері, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, Талас ауданының құрметті азаматы, Битенова Үміт Қыранқызының шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Ардақты өнерсүйер қауым, Үміт Қыранқызының сахнаға шақырмас бұрын, алдымен баршаларыңызды экранға назар аударсаңыздар. Сезім талсын, тұла бой тұр мер жүре, сабырсыз төзім талсын, тоқтама жырыла жүре. Сабырсыз төзім талсын, өрілсін нұрдан жібек, сезімге сенің кәрсің, тоқтама жырыла жүре. Сезімге сенің кәрсің, санаңда сырғал бүгі, сындырма сағың дәрсін, тоқтамай жырыла жүре. Сындырма сағың дәрсін, самалды ырғал тілеп, сол сәтті сағынғансың, сондықтан жырыла жүре. Сол сәтті сағынғансың, жаққанда мұңнан жүдеп, кез келді жалындар шын, жалында жырыла жүре. Кез келді жалындар шын, сыңғырлап, сырғаңды кеп, әлемге әнің барсын, әуелі жырыла жүре. Әлемге әнің барсын, шәліңді бұлғар білеп, әйелдік бағың жансын, ақындық жырыла жүре. Әйелдік бағың жансын, ақындық жырыла жүре. Бір әдемі қошемет көрсетіп қойсаңыздар осы сәтте. Қадірменді қонақтар, өмірін өлең деп оққан, өзіндік ақындық әлемін атына шығар, көпшіліктің сүйікті ақыны болып жүрген Үміт әпкемізді құрмет қошеметпен сахна төріне шақырамын ардақты ағайын. Алдымыздан жалчыл кетіп от шыра, әне міне бақ қонардай боп тұра, жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, ешкім бізді шын түсінген жоқ.
екеуге тарасты. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шыға, әне-міне бақ қонардай боп тұра. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Бізге ғашық жаны жайсаң жігіттер, біз жүрген жер үлбіреген үміттер, біз жүрген жер ақ ниетті бүліктер. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шыға, әне-міне бақ қонардай боп тұра. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шыға, әне-міне бақ қонардай боп тұра. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Жұлдызың айың да сен, түнің да сен, туған жер жырым да сен, сырым да сен. Өспесем аунап-қунап топырағыңда, өзіңді терең танып басем. Көкірек көзін ашсам қойма дайын, оралар өткен күндер ойға дайым. Өмірдің шиыр-шиыр шырмауына түсірмей салдың ылғи жолға дайын. О менің шалқар көңіл дархан далам, төліңем мейіріміңе жаутаңдаған. Жылдардың шылбыры ұзап желген сайын, айналып қазығыңды арқан далам. Сүйемін сарала жас самалыңды, қырыңды изен жусан лала гүлді. Көкорай сағым ойнап құба жонда, арбайтын керемет сәт жанарымды. Сүйемін қар жамылған ақ қысыңды, ақ-үлпек көлге қонған ақ қуысыңды. Кеңітіп тынысымды жұпар ауаң, шырқатып қиялымды көкке ұшырды. Сүйемін көк аспанды күмбезіңді, қарайтын аңдап басқан күндізімді. Арай күн атқан таңмен бір боянған, әр айқын ақ ниеттен мұң безімді. Сұраған берді тәңір бар тілеуді, сыланған көз тоймастай көркің енді. Туған жер тербет бақыт бесігімен, құнарлы төсіңді емген еркін елді. Байлығың ырыс-құтың бастан мәлім, марқайып масаттандым, мастанбадым. Мен бүгін жер жаһанға жар саламын. Тек сенің дәуіріңнің басталғанын. Құрметті ағайын, қошеметтеңіздер. Бейтенова Үміт Қыранқызы. Армысыздар,
Құрметті өнер сүйер үлкен кіші ардақты ағайын, қымбатты қауым, туған жер жырым да сен, сырым да сен деп аталатын өлеңіммен сіздерге жолдаған сәлемімді қабыл алыңыздар. Рахмет. Қадірменді көпшілік, өнер сүйер қауым, бұл талас жұрты ақындар мен батырлардың мекені. Бүгін мінекей сондай ақын ерке қыздарыңыз туған жеріне, еліне, өнерімен, рухани көңіліміз көтеріп жүрген, тағы да осы Үміт әпкемізге бір қошемет жасасақ артық болмас шығар. Осы қошеметтің бәрі сізге, және де осындай мерейлі мерекеңізді алғашқы құттықтау сөзді Талас ауданының мәслихат хатшысы Арқабек Төлеубаевқа және сол кісімен бірге Талас ауданы әкімінің орынбасары Дулат Молдабекұлы Османовқа құттықтау сөзі беріледі. Құрметті Үміт Қыранқызы, бүгін белгілі себептермен аудан әкімі облыста, Таразда оқуда жүр. Сол кісінің сізге деген құттықтау сөзін оқуға рұқсат беріңіздер, құрметті қауым. Құрметті Үміт Қыранқызы, сізді өміріңіздің жарқын белесі, шығармашылығыңыздың шұрайлы бір кезеңі 55-ші көктеміңізбен шынайы көңілмен құттықтауымды қабыл алыңыз. Әуелден ақ батырлар мен ақындардың мекені деген айдар тағылған киелі Талас өңірінде кешегі Ұлбеке ақынның, бүгінгі Күләш ақынның өнерінің өрісті болуына, өзіңіздей табиғи талант иесінің дәнекер болуы, дана халқымыздың дара өнерін өрге сүйрегендей күй кешкен сіздің бүгінгі тыныс тіршілігіңіз талай жанға тағылымды іс екендігі ешкімде таласы бола қоймас. Еңбек жолыңызды қарапайым ауыл мектебінде ұстаздықтан бастаған сіздің есіміңіз бүгіндері өлеңді өнер деп бағаланған күллі қазақ халқына мәшһүр қазақтың дарынды қыздарының бірісіз. Осы орайда сонау бір студенттік жылдарыңызда жарық көріп, жастардың жүрегінен орын алған қыздар әніңізді ерекше айта кету артық болмас. Жалынды жастық шақтың махаббат пен мөлдір сезімнің белгісіндей осынау бір әсерлі әніңіз әлі күнге дейін жастардың сүйіп орындайтын әуезді әуеніне айналғандығы ақиқат. Сірә сіздің осыншама танымалдығыңызға осы бір әсерлі лирикалық сезімге толы туындыңыз игі ықпалын тигізген болар деп ойлаймын. Санау бір жылдары сазгерлердің республикалық үкілі үміт атты айтулы конкурсына қатысып, жеңімпаздар санатынан орын алғандығыңыз, сондай-ақ Ұлбеке ақынның құрметіне арналған облыстар ақындар айтысында да өз оза шауып бәйге алғандығыңыз көзі қарақты жұртшылықтың жадында екендігі кәміл сенемін. Қадірлі Үміт Қыранқызы, бұл күндері сіз облыс көлеміндегі қоғамдық жұмыстардың белсенділігінің бірі ретінде талай мәдени, әдеби кештердің куәсі ғана емес, ара-кідік осындай игілікті істердің ұйытқысы да болып жүргендігіңіздің хабардармыз. Туған елін шынайы көңілмен сүйетін жандар ғана осылай тіршілік ететіндігі белгілі. Сол үшін де сізді барша Талас жұртшылығы аса құрметтейді, шығармашылық еңбегіңізді орынды бағалайды. Сіздің денсаулығыңыздың зор, өміріңіздің ұзақ,
шаңырағыңыз шаттық пен берекеге толы бақыттың құт мекені бола беруіне тілектеспіз. Ізгі ниетпен Талас ауданының әкімі Досмұхамед Алиев. Құрметті ағайындар, құрметті таластар, міне қазір ғана өздеріңізді Талас ауданы әкімінің құттықтауын көрдіңіздер. Енді мен қызына Қазақстан Республикасының мәслихаттарының бірлестігінің 25 жылдығының медалімен наградтауға осыған рұқсат берсеңіздер. Жана берсін, Алла сізге ұзақ өмір. Қошеметтеріңіздер, Таласының жұртшылығының атынан мінекей аудан басшылары құттықтап сый-сияпатын жасап жатыр Үміт Қыран-қызына. Құрметті таластықтар, барымыздың атынан қазіргі нағыз керекті құрал жабдық трансформер ұсталынады дейді. Жолда да роман жаза бізді қуанта беріңіз осыны. Салмалы беріңіз. Қадірменді көпшілік, мінекей өздеріңіздің ақын ерке қыздарыңызды мен ойлаймын, бәріңіз белгілі ақындар тәулігіне 24 сағат болса, 24 сағаттың санаулы уақыттар, секундтар, минуттар демалып қалған уақытта тіршілік етеді, жұмыс істейді. Бәрі де қаламның ұшымен келетін дүниелер. Сіздің алғашқы күндеріңізден бастап, осы сәтке, секундтарға дейін сіздің ойыңызда, санаңызда елге рухани байлығыңыздың бірі біздің ақ қағаз бетіне түсірген қара өлеңдеріңіз. Сіздің қай жанрдан қарасаңыз да көз тоятын, ауыз толтыратын, құлақтың құршын қандыратын әуездеріңіз, сазды әндеріңіз жеткілікті. Сол жайлы осы күнге дейін біраз сұхбаттар болды, телекөпірлерге шақырылды. Сіздің мен білетінім Алматы өңірі, Түркістан облысы қазіргі, бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау өңіріне, Ақтау өңіріне, жұртшылығының арнайы шақыруымен сіздің елге белгілі әндердің арқасында арнайы шақыру бар, елдің мерейін көтеріп келген, Талас жұртшылығының артынан бір мерейін көтерген ақын ерке қыз болдың. Біз мақтандық, марқайдық, осылай ақынымыз бар деп. Осы сапарларыңызда қаншама елмен дидарластыңыз, қаншама әндер келді. Қазіргі осы көрермендердің арасында жаңа толқын, жаңа буындар өсіп келе жатыр. Соларға өзіңіздің еңбек жолыңызды, осы сапарларыңызды айта отырсаңыз. Рахмет айналайын, Ерланжан. Шынында да өнердің киесі керемет болатын соншалықты сол өнердің, бойыма біткен өнердің арқасында мен осы еліміздің түкпір-түкпіріне сапарлап келдім. Әрине, мен шын мәнінде бағана өздеріңіз хабарлағандай осы Талас елі, өзімнің жерлестерім, осы жерде тіпті мұғалім әріптестерім бірге отыр көз алдында. Менің
жалпы мамандығым мұғалім және менің стихиям мектеп болатын, білім саласы болатын. Бірақ қазір енді сол саланы қалдырып дейін, сол саладан енші бөліп шығып, мәдениет саласына ауыстым. Өйткені осы бойымдағы қалған өнерлерді паш ету үшін өздеріңізге. Әрине, кәсіби әнші емеспін, кәсіби сазгер емеспін, бірақ Құдайдың құдіреті бұдан 30-40 жыл бұрынғы өзімнің үшаралымда, ауылда өзім әшейін шығара салған деп айтайын. Қазір енді мектеп директорының орынбасары болғаннан кейін амалды өзің биші, өзің күйші, өзің басшы, өзің қосшы болуға тура келеді. Сол кездерде қыз сынын дайындап жатып, мысалы 8 наурыздың алдында қыз сынын дайындап жатып, балалардың алып шығатын, қыздарды алып шығатын ән керек болып, ол кезде Марат Омаровтың қыз сыны деген әні дүрілдеп тұрған, бірақ оны айтатын әнші жоқ, оны орындайтын керемет жезтаңдай дауыс жоқ, басқа бір ән шығару керек болды да, ең соңында Марат Омаровтың әнімен аяқтайтын болдық. Сонда табан астында шыққан әттең жүрегім жалғыз, бәріне бірдей бөліп беререм деген әнім 30-40 жылдан кейін бүкіл әлем қазақтарын шарлап кетеді деп кім ойлаған? Немесе өзім жалғызлікті анамды қимай алысқа бармашы дегеннен кейін Шымкентке оқуға түсіп, сол жерде алғашқы күндерде, алғашқы айларда ауылға жазған хатың 3 апталап барады. Одан кейін ол шешемнен келген жауап хат 3 апталап қайтып келеді Шымкентке. Шешемді сағынып жүргенде шығарған әнім суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мені ойлап қам жемеші мама деп шығара салған әнім қазақтың, әлем қазақтарының өнер аспанын, ән аспанын шарлап кетеді деп мен ойлаған жоқпын. Сондықтан мені бойымдағы осы өнерім арқылы өздеріңіздей өнер сүйер қауымға танымал етіп жатқан, егер мен танымал болсам, ол шынында да туған таласымның қасиетті топырағы. Рахмет, керемет. Шынында да сіздердің сол әндеріңіз елдің анаға деген сағынышы сол әндер арқылы басып, мен де сол ән арқылы алғаш ескенде дәл сіздікі келмей сезген жоқпын. Ол әннің соншалықты мәтініне қарап, әуезді әніне қарап, үңіліп қарай келсем, өзіміздің Таластың ерке қызы, ақын, сазгер Үміт Қыраңқызының әні болып шықты. Бір қошеметтеңіздер, осындай құдіретті әнелер қалып келген. Және де сіздің бір әдемі керемет әндеріңіздің бірегейі, эстрада жұлдыздары орындап жүрген сахнада көп шырқалатын әндеріңіз бірі Ақ қанат көбелек, аппақ қар деген тамаша әніңіз бар. Сол әнге кезек берсек орындайтын Ой, бәрекелді. Бекзат Сейдалиева. Қошеметтеңіздер. Маужырайды дала, оңаша қамықтым, ойымда сен ғана. Манаурап сағым қылаулап қар жауды, жер беті ақ үлпек жарқырап арбайды. Ақ қанат көбелек аппақ қар, ақ құсым маңсаған, ақ қарға сынған соқпақтар апарар жол саған. Ақ қанат көбелек аппақ қар, ақ құсым маңсаған, ақ қарға сынған соқпақтар апарар жол саған. Тербейді тыныштық қыстың бұлақ түні,
аңса қардайын аққанат көбелек аппақтар аққұсым аңсаған ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған аққанат көбелек аппақтар аққұсым аңсаған ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған орнап кеудемде ойымда тұрасың аяулы бейнеңмен көктемгі бақтардай көңілімде көктеші ағылта ақ қардай тез еріп кетпеші аққанат көбелек аппақтар аққұсым аңсаған ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған аққанат көбелек аппақтар аққұсым аңсаған ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған аққанат көбелек аппақтар аққұсым аңсаған ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған аққанат көбелек аппақтар аққұсым аңсаған ақ қарға салынған соқпақтар апарар жол саған апарар жол саған қошеметтеп отырыңыздар. Біреу білер, біреу білмес бұл әннің тарихын. Мен енді бұл әннің тарихын қысқаша өзім айтып өтсем, бұл әнні ақ қанат көбелек аппақ қар деген 90-шы жылдардың басында 93-94 жылдары елден Қаратауға, осы қалаға келіп отқан жылдарыңыз. Сол жылдары қардың қалың түскені, өзің ақ ұлпа қарға ғашық болып шығарған әніңіздің бірі деп есептеймін осы. Солай ма? Сол ақ қарға, аппақ қарға ғашық болғандықтан осы ән туылды және кенже ұлымыз зияратымыз Зико дүниеге келген. Қандай қошемет. Әннің тарихы осылай, расында да. Және де бізді осындай мерейлі мерекемізбен құттықтап келіп отырған қонақтарымыз бар. Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет, архивтер және құжаттама басшының орынбасары Сембина Зүбайра Жарқынқызы келіп отыр. Құттықтау сөзіне шақырамыз. Қош келдіңіздер. армысыздар, құрметті Тараз жұртшылығы, жерлестерім, Қаратау қаласының тұрғындары, қонақтар. Мінекей, бүгін бір үлкен мерейтелі кеште отырмыз. Осы елден шыққан, ауылдан шыққан өзіміздің әнші, ақын қызымыздың әнші деуге де болады енді, ән салып жатыр. Сондай мерейтойына, шығармашылық кешіне жиналып отырмыз. Бұл кісінің жүріп өткен өмір жолын,
халыққа етіп жатқан қызметін жаңағы аудан басшылығы өте жақсы атап өтті. Бірақ сонда да жақсысыз еш уақытта артық болмайды. Мен сіздердің рұқсаттарыңызбен осы басқарма басшысының құттықтауын оқып берсем деймін. Құрметті Үміт Қыранқызы, сізді ақ молайып, тіршілік жаңарып, көңіл кеңейетін, әз наурыз мерекесімен тұспа-тұс келген туған жер, жырымда сен, сырымда сен атты шығармашылық кешіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Көп жылдан бері мәдениет саласының жұмысын жандандырып, еселі еңбек етіп жүрген жігерлі арулардың бірісіз. Ақ қанат көбелек аппақ қар атты әніңіз республикалық көркемдік кеңесте жоғары бағаланып, қазақ радиосының алтын қорына енді. Көпшіліктің көңіл пернесін дөп басар, өнер құдіреті арқылы халыққа, келешек ұрпаққа ауады да тұрады аңсарым, шын ғашықтар қосылмайды деген кім атты жыр кітаптарын және мен сүйген жар атты ғұмыр баяндық мағлұматтар кітабыңыз арқылы елдің ыстық ықыласына бөлендіңіз. Кәсіби шеберлігіңіз, әділдігіңіз бен адамгершілігіңіз үшін әріптестеріңіз сізді білікті маман, ақ жүрек азамат ретінде құрмет тұтып сыйлайды. Халыққа қызмет көрсетудің ең қажетті де, қашанда өзекті саласы мәдениет пен өнерді дамыту жолында аянбай еңбек етіп келесіз. Сіз музыка саласының білікті маманы ретінде дәстүрлі әндерді насихаттауға, еліміздің мәдени және рухани тұрғыда кең қанат жайып өркендеуіне бұдан былай да зор үлес қосатындығыңызға сенімдімін. Шығармашылық жолыңызға толағай табыстар, өзіңізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, құт береке тілеймін. Ізгі ниетпен Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Дүйсенәлі Бақыбаев. Енді орамал том болмайды, жол болады дейді жаңағы. Кішігірім өзіңізден әдемі алып келген кәмшат қамзолыңыз бар, соны жабық жайнап жүре беріңіз. Ал енді тағы да сізге бір-екі сөзге сұхбатқа шақырып көрсем, мынау жаңа ғана өзіңіз айта өттіңіз, студенттік дәуір кезінде, студент кезінде ананы сағынып жүрген сағынышымда шыққан әндердің бірі деп «Мама» деген ән. Қазір сол әнді естіп жүрдік, әрі кетік, бірақ соңғы кездерде әлем базар, әзіл әлем базар жоқ театрындағы өзіңіздің ініңіз, жерлесіңіз, актер, тамаша талант иегері Свабек Аманғалидың орындауында бүкіл қазақ жұртшылығына түкпір-түкпірінде тарады десе артық айтпайтын шығарым. Бұл ән арқылы құлақтың құрышын қандырды. Алғашқы күндер шыққан сияз кетпеген ән деп ойлап қалдық. Сөйтсек бұл әннің тарихы өте алыста жатыр екен. Бірақ сол әнді мен өзімде ғашықпын, көпшілікте ғашық, сол әнді күтіп отқан елді құлағын құрышын қандырайықшы осы ән арқылы. «Мама» деген әнді орындайтын. Бәрекелді, кім орындайды? Салтанат Оразтай есімді сіңіліңіз, ең кішкене өсіп келе жатқан өнердегі. Кезек берейік сахнада.
сюжет бойынша Үміт әпкенің бір өнеріне, осындай әлде ғашық өнердегі сіңіліңіз енді. Салтанат Оразбай қызы. Сізге Үміт әпкесінің жолын берсін деймін осы салтанатқа, жақсы жүргізген жол. Биік шыңды бағындар. Осыншама қошемет, осыншама гүл шоқтар бәрі сізге. Бұның бәрі сізге артық етпейді біз тарапынан. Ал енді Үміт Қыранқызы, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Елге келіп, жұртты көріп. Кеш басталмай тұрып сәл әлгі сахнаның киесі бар ғой, 100 рет сахнаға шықсақ та, туған жерде, Шеңгелде өз жерінде дүркірейді деп, туған жердегі сахна киесі ол бір бөлек, қобалжып тұрғанмын. Енді қобалжуым басылды. Қуаныштан, өздеріңіздегі жарқын жүздеріңізден менде енді әдемі бір толқу басталды. Жақсы. Керемет, бізде қуаныштымыз. Қобалжуды бірте-бірте сейіліп, сол қобалжу қуанышқа айналған мен де өте қуанып отырмын. Ендігі менің көп ақын жазушылар, жалпы лирика саласында қай жанрда жүрген ақын жазушылар кемде кем түнеқсын төрт бөліп, ақ қағаз бетіне үңіліп, қалам сабыны қолынан тастамай, біресе терезеге телміріп, біресе төрт бұрыштың жан-жағына қарап, бірнеше дүниені алып келіп жатады. Сіздің Алматы өңірі, Қызылорда өңірі, Түркістан облыс жұртшылығы, Маңғыстау өңірі сізді бекерден бекер шақырған жоқ. Тәулігіне 24 сағат бар. Мен ойлаймын 24 сағат болса да сіз 25 сағат ұйықтамайтын ақын қызсыз деп есептеймін. Сіздің соншалықты күндерді, тәуліктен тәулік ұйықтамаған күндеріңізде бір естіп қалғаным бар. Сол рас па? Өз аузыңыздан естіп, осы көрермендерге толық айта кетіп, және соңғы кезде нақтырақ қандай жанрда еңбек етіп жатсыз? Шынымен де рас. Жалпы ұйқысыздық деген дерт бар ғой, ұйықтамайтын. Менікі ондай дерт емес екен, менікі шығармашылықтың ұйқысыздығының дерті екен. Тіпті осы Қаратаулық дәрігерлер біледі, 9 күн бойы күндіз-түні ұйықтамаған кезім болған. 9-шы күні амитриптилин деген дәріні беріп, Гүлнара Нұрмұхамедовна Каленова осыған куә, соны ішіп, сылқ етіп құлағаным бар. Соны бір ай бойы іштім содан кейін. Бұл әлгі мынау миымның, басындағы миымның молекулаларындағы сапырылысқан жүйесіздіктерді реттеу үшін және дүниеге сол бір шығармаларды келтіру үшін жасалған нәрсе болу керек. Сол нәрсені 9 күн толғатып жүріп, сол шығарма туылды, бітті. Сол күні шынымен де әлгі дәріден ба, жоқ жаңағы туындым біткеннен кейін ба, сылқ етіп бір рахаттанып, 8-9 сағат ұйықтағаным бар. Ұйқысыздық дерт бар енді шығармашылықтың. Бірақ шынымен де тынымсыз көп жазатын қаламгердің бірісің, кейде тыныш жүрсең қайтеді, демалсаң қайтеді деп жақын жуықтарым ренжіп жатады, жаны ашырлықпен. Жаңа сұрап қалдым ғой, не дедің? Қазіргі ең мықты нақты айналысып жатқан ең мықты жанрыңыз қайсы дедіңіз ба? Қазір енді басқа шығармашылықтармен бірге менің енді мемуарлық романымды аяқтап қалғанымды осы көзі қарақты халық біледі деп ойлаймын. Қазір түбегейлі енді бір жаңа жанр қосылды шығармашылығыма. Орыс тілді шығармаларды қазақша тәржімалау, аудармамен айналысып жүрмін. Ерланжан, егер рұқсат берсең, осы жерде мен Олжас ағамыздың, өзіміздің қазақ ақыны, әлем ақыны атанған Олжас ағамыздың өлеңінен бір мысал келтірейін. Керемет «Айналайын» туралы өлеңі бар ғой, өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Айналайын, чудесное слово. Жаль, что русский его не поймет. Объяснить я готов ему снова, только бедно звучит перевод. Айналайын, твоими губами, пусть нелепо оно звучит, но другими иными словами ты не сможешь его заменить. Ты Сережу Есенина помнишь? Шагане, ты моя Шагане. Айналайын, захочешь, запомнишь. Повтори, Айналайын, при мне. Пусть оно будет нашим паролем, именами твоим и моим. Мы, казахи, любовью и болью о любимых своих говорим.
Айналайын тебя называю. Если хочешь понравиться мне, называй ты меня Айналайын, как Есенин свою Шагане. Бұл Олжас ағамыздың, Олжас Сүлейменовтің өлеңі болса, осыны мен былай тәржімаладым, оқуға рұқсат етіңіздер. Айналайын қазағымның сөзі, әттең оны ұқпас орысым, түсіндіріп берер ем өзім, аударма жоқ нақты ол үшін. Бұл сөз шықса сенің аузыңнан, сәл-пәл солғын тартатыны рас, бірақ басқа сөзің ауыстырған айналайынның мәнін бере алмас. Әлгі Сережа Есенинді білесің, Шаганем, сен менің Шаганем, айналайын жаттап ал сезіп киесін, айналайын десем саған мен, атымыздың алтын кілті боп, айналайын айтсын жан сырын, осы аяулы сөзбен нұр түлеп, біздің қазақ сүйген асылын. Айналайын, сен де жайдарман, құрмет жаса маған осындай, емірене өстіп айналған, Есенинде Шаганесін дәл. Рахмет, Алла разы болсын. Керемет. Мінекей тағы да бір әдемі жанрымызға біз куә болдық, аударма жанрындағы. Енді тағы да біздің Қызы, бүгінгі мынау бірінші мектеп лицейінің атынан сізге кішкентай сыйлығымыз бар. Жаңағы біздің ұлы халық ақындарымыздың өлеңін жақсы оқыдыңыз, сонымен мақтанамыз, тем более аудармашылықпен айналысып жатсаңыз. қошеметтеңіздер. Қаратау қаласы нөмірі 1-ші лицей мектебі. Ұжымның атынан. Сізді осындай сақтап жүрсін. Алла разы болсын. Әсел Ибраш қызына бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Рахмет. Және де ендігі құттықтау сөзі Жамбыл облыстық іскер әйелдер қауымдасының төрайымының орынбасары. Қайырымдылық шараларда облыс жұртшылығына белгілі кәсіпкер, Қызылай қоғамның директоры және іскер әйелдер қауымдасының алтын жас секторының басшысы Тастемірова Оразгүл Тойбек қызы. Және соқсымен бірге облыс іскер әйелдер қауымдастығының Бейдәулет жауапкершілігі шектеулі серіктесінің директоры, белгілі мүшесі Туғанай Жалмұрат қызы Жолақова. Бүгін құттықтау сөзі. Облыстық іскер әйелдер атынан келіп отырмыз. Мына қазақтың қыздарына қайран қалам деп, мен бүгін Үміт Қанқызының бүгінгі өлеңдерін бірнеше рет естіп тұрмын. Шын айтып, таңданып тұрып, бұл кісіні мен түсінбеппін. Қуанамын сіздің есіміңізбен. Мен өзім таластың келінімін, өнерге жақын адамдардың бірімін. Сондықтан өнерді өте қадірлейтін, түсінетін адамдар, қыздардың бірімін. Осы өнер адамдармен осы қанша 28 жылдан бері бірге қызмет істеп келе жатыр екен, бірақ мен әнге мән бермеппін. Бүгінгі сіздің әніңізді естіп, басым иемін. Енді өнерде өте қиын жол. Мысалы, сіз күні-түні сол өлеңді шығару үшін ұйықтамай, сол қандай жаңағы мәнін нақсаңыз,
біз де осы өнер адамдарын әрлендіріп, осы адамдарды әдемілеп, жақсылап, елге таныстыру үшін, мына сахнаны көркейтіп, өнер адамдарының өнерін көрсету үшін қызмет етіп жүрген қыздардың бірмін. Сондықтан бүгін Үміт Қыранқызының жаңағы шығармашылық кеші дегенге жаңағы қанша уақытымыз жоқ болса да, бірақ мен келіп, бұл кісінің алдында осындай жақсы әндерінің несіне тағзым етіп, сіздің есіміңізбен мақтанамыз деген айтуға өзімнің Бидәулет фирмасының атынан, Таластың келіні атынан сізге бас иемін. Енді мына жерде бір өте керемет іскер әйелдердің жазған сөзін оқып берейін. Бұндай сөзді ешерде естіген жоқсыздар. Жер жаһанды сері самалға өткізіп, нұр тамшыларын аямай төккізіп, алтын жүрекпен жер жүзін жібітіп, тас жүректерді мейіріммен үгітіп, жыл құстарының әнін шалқытып, жетісуға жасылдан көйлек кигізіп, Алатаудың төбесін көкке тигізіп, Қаратауға құт берекені үйгізіп, ақ бұлақтарды ақтартып, дізбектеп тырналарды, сүйгізіп сырғаларды, тербетіп наз қайындарды, төгілтіп жаз жайында әнді, найзағай жарқылдатып келген мерекелі мерзімде өткізіліп отырған шығармашылық кешіңізбен шын жүрекпен әйелдер қауымы сізді құттықтайды. Саналы ғұмырыңызды әдебиет әлемімен қоса Қазақстанның өсіп өркендеуіне арнап келесіз. Қоғам мен мемлекет, халық мүддесі үшін атқарып келе жатқан ерен еңбегіңіз әрқашанда жоғары бағаланады. Сіздің ағартушылық ісінде жасап келе жатқан қызметіңіз бір төбе. Бойыңыздағы асқақ жігер мен күш-қуат дарқан ұлтыңызға деген шексіз махаббатпен ұштастырып, ерекше іскер қабілетіңіздің арқасында бүгінгі таңда абырой мен беделдің биік тұғырынан көрінгенсіз. Бойыңызда көшбасшылық қасиетпен қатар қарапайымдылық пен мейірімділік ерекше үйлесімділікпен кездеседі. Көздеген шыңдарыңызда одан ары бағындырып, армандарыңызға жете беруіңізге іскер әйелдер қауымдығы тілектестік білдіреді. Зор денсаулық, ажымас қайрат, шығармашылық табыстар тілейміз. Еңбегіңіз жана берсін. Талас ауданы тұрғындары, кеше ғана біз өзіміздің ұлыстың ұлы күн мерекеміз Наурыз мейрамын өткіздік. Сол бәріңізді сол мейраммен құттықтаймын. Қадірменді, құрметті Үміт Қыранқызы, сіздің мына бүгінгі туған жер жырым да сен, сырым да сен атты шығармашылық кешіңіз құтты болсын. Сізге табыс тілеймін. Жаңа тобына айтып кетті ғой, действительно жаңа айтқан өлеңдерді сіз екеніңізді енді біліп, қуанып отырмыз. Бүгін осы Жамбыл облыстық іскер әйелдер қауымдастығының атынан, оның төрайымы Нұрымова Гүлдара Алданышының атынан сізге азын-аулақ сыйлығымыз бар. Енді подарочный сертификат дейді ғой, мейірім меркі атты санаторийға сізге подарка ретінде осы жолдаған. Сізге зор денсаулық тілеймін. Зор денсаулық, действительно сіз дарынды да жан екенсіз. Бүгінгі мына кешке қатысып отырған өзім шын жүректен сізге басымды иемін. Сізге денсаулық, барлық табыс тілеймін. Рахмет, Жамбыл облысы іскер әйелдер қауымдастығының атынан мінекей құттықтау сөздер жылы лебіздер.
Сый құрметтер, рахмет, қош келдіңіздер. Және де осы көрерменнің арасында өздеріңіздің мінекей көріп отырсыздар, Талас ауданының іскер әйелдер қауымдастығының атынан Талас ауданының құрметті азаматы Клара Каюпова және Баян Айтқалиқызын, Гүлдана Шералықызын құттықтау сөзіне шақырамыз. Кеш қонақтарының мінекей арасынан және бүгін кеш иесі арнайы шақыртып жатыр. Қошеметтеңіздер. Сөз айтып кетуі мүмкін емес. Біз үмітті сыйлаймыз, шығармашылығың құтты болсын. Біздің қуанышымыз, өзіміз араласамыз. Біздің арамыздағы ең ақын да, ең ақылды да осы Қазақстанның ереулі азаматшасы десе мен қателеспеймін. Саған зор денсаулық, әуелі Алла денсаулық берсін, ары қарай шығармашылығың өсе берсін, өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Сен өлеңдерін ескенде өлеңдерің, әндерің, кітаптарың бәрімізде бар, жүректің түбіне шыққан нәрсе. Жүрегіңе қонатын, мына ана туралы айтқан өлең. Әр адамның анасы бар, сол ана туралы айтқан өлең жұрттың бәріне де Қазақстан бойынша жаңағы естіп жатыр. Бәріміз қуаныштымыз. Енді жарқырап жүре берсін деп, саған енді мына күміс білезік тағайындап отырмыз. Құрметті көпшілік, мінекей Үміт Қыранқызы, бүгінгі мынау шығармашылық кешіңіз құтты болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, барлық жақсылықты сізге тілейміз. Барлық Талас ауданының іскер әйелдер қауымдастығынан сіздер үлкен зор құрмет, тек қана жазарыңыз таусылмасын, қаламыңыз ұштала берсін. Бақытты, байлықты өмір сүріңіз. Қыз-келіншектердің атынан құттықтап кеткен Үміт Қыранқызының өнеріне құттықтау лебізін білдірген әпкелерімізге мың алғыс. Келіңіз, төретіңіз. Бүгін мінекей жаңа осы кеш басында айтып өткен болатыныз. Қыздарға арнаған әндер көп, бірақ мына әннің өзі ерекше. Мына әскерде отан алдында болған, борышын өтеппеген әскери жігіттер біледі, қыздарын сағынып, ғашықтарын сағынып, осы әнді хормен айтып, жатарда тұрғанда бір айтып жүр, қыздар деген тамаша әніңіз бар. Сол әннің алғашқы орындаушысы әрине өзіңіздің өмірлік серігіңіз, өнердегі серігіңіз, жарыңыз, үйдегі балалардың сүйікті әкесі, айтыскер ақын Ербол Қамбатыров еді алғашқы орындаушы. Осы әннің тағы бір өзіңіздің өнердегі жақсы көрген әніңіздің бірі Сүлеймен ұлыңыздың да бір тамаша осы ән арқылы шақырсам деп отырмын. Құлақты құршын қадырашы ән арқылы келген халықты. Қабыл алыңыздар ортада Сүлеймен ұлдарыңызды.
таулар алғандысыңдар, сыланған әсем аққумысыңдар, аспан көгінде самғап ұшыңдар, сыланған әсем аққумысыңдар, аспан көгінде самғап ұшыңдар. Рахмет баршаларыңызға. Үмітқыран қызы, мен сізге анау аудитория толмады деп көңіл түспесін. Бірақ осынша көрермен отырса да, тыңдайтын құлақ, әсерлі, сіздің өнеріңізді сүйетін көрермендер деп бағалап отырмын өз пайымша. Әрине, аудитория толмағанмен менің көңілім толып отыр. Өйткені шынымен де тыңдайтын құлақ. Осы жерде 5 адам отырса, сол 5 адам 500 мың адамның орнын толтырады деп ойлаймын. Алла разы болсын сіздерге. Бізді шыдай, асықпай, төзіп тыңдап отырғандарыңызға Алла разы болсын. Керемет. Және де осы көрермендердің арасында біздің қонақтарымыз келіп отыр. Осы Талас ауданының Қаратау қаласының өсіп өркендеуінде қиын сәтте алға алып шыққан бірден бір басшы замандасыңыз келіп отыр. Талас жұртшылығы әлі де ұмыта қойған жоқ ол кісіні. Бұл кезінде ауданымыздың әкімнің орынбасары болды. Және де Гүлеген ба? Гүлнар Қонжақызы ба? бірден танып қойдыңыз ба? Бірнеше жыл білім саласында қызмет етті. Бәрекелді. Біздің құрметті қонағымыз Тұрсынбекова Гүлнар Қонжақызы келіп отыр. Және де соғыстармен бірге тағы да біздің қонақтарымыз келіп отыр. Ол кісілерді қоса шақырайық құттықтау сөзге. Ашанов Сайлаухан Аманбекұлы, облыстық ардагерлер кеңесі ұйымдастыру бөлімінің басшысы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, ақын. Хаджимұрат Исмаил, облыстық ардагерлер ұйымының мүшесі, Белсенді ұзақ өмір сүру орталығының басшысы. Көшімбетов Света Айжанқызы, облыстық ардагерлер ұйымының мүшесі, Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің педагогика және психология кафедрасының профессоры. Біздің қонақтарды құттықтау сөзге шақырамыз. Келіңіздер. Сайлаухан аға, Сайлаухан Ашанұлы ағамыз ақын, қаламгер, менің қаламдас ағам, әрине жолы да жөні де үлкен, ерекше. Облыстық Қазақстан Республикасы ардагерлер ұйымының Жамбыл облыстық кеңесінің төрағасы Еркінбек ағамның шашбауын көтеріп келіп отырған болу Солтыбаевтың. Бәрекелді. Оқытушы ғалым Света, профессор. Бәрекелді. Гүлнар Қонжақызы өзіміздің ауыл ғой деп жатыр. Сіздерге бер. Рахмет. Мен сізді қыз бала ғой деп сізге бірінші жол беріп жатырмын. Жоқ, тауып кеттіңіз енді. Ауыл ел сіздікі болғанмен, бұл ауыл маған да бөтен емес. Мен де осы Таласта туып өспесем де ағайындарыммен осы Таласта. Осы Талас менің қайын жұртым. Кезінде осы Таласқа арнап Аққуаттау деген поэма жазған. Ол Ақжол газетте шыққан. Жаңа кім кетіп қалды ғой жаңа. Сол біледі жақсы.
осы таласқа біраз еңбегімізсің керек. Байзақ ағам да қолын көтеріп, Иә. бүйрегі бұрып тұр. Енді бар ғой, біз бар ғой, бұлай еді, тура осылай кешудетті біз бір кішкене қазір қысылып тұрмыз үміттесе. Кітаптың тұсаукесері деп келген жоқпыз. Әрине. Иә, біз онда бір керемет жақсы, біздің үміт осындай жағда 25-ке толып жатыр деп біз ойлаған жоқпыз. Әйтпесе бізде бір керемет, бір жақсы жасайтын еді бұл енді. Бірақ та қазақта жақсы сөз бар ғой, ақынның аты өлмейді, жақсының аты өлмейді дейді. Сіздің атыңыз еш уақытта өлмейді, қала береді. Сондықтан сізге арнап мен мындай бір өлең жазып келіп едім, соны оқып берейін. Бәрекелді. Үміт ақын, сөзі мәнді, салмақты, әнші, сазгер, 8 қырлы, жан-жақты, өзіне сай бір партада отырған сері жігіт Ербол жанын таңдапты. Ұлбике мен Күләштің сіңілісі, ақын қыздар ішінде ең ірісі, жеке менің пікірім, келіссеңдер, өлең деген әлемнің ай перісі. Ән әуезі таластың толқынындай, жан дүниеңді ерітіп толықтадай, жұлдыз біткен ерітіп жымын қақса, түнгі аспанды тербетеді толқыбай. Ақ қанат көбелек аппақ қар әні, ақ қарға салынған соқпақтар әрі, поэзия тілінде өрнектеліп, жарасып тұр ызғарлы қыстың сәні. Үміт әнші жағымды қоңыр үні, таластың ерке өскен ақын қызы, құтты болсын кітабы, өміршең боп, жол тапсын әр жүрекке жазған жыры. Әумин, айтқаныңыз келсін. Менің жеке мұрағатымда әдеби шығармаларым ішінде архивте ең бірінші төрінде тұратын шығарма өлең болып тұр аға. Тамаша, әдемі. Саламатсыздар ма, Талас тұрғындары, құрметті қонақтар. Әдебиет әлеміне тәйдей басқан алғашқы сәтінен бері мен үмітті танимын, білемін. Бұның барлық шығармалары таныс болып келе жатырмын. Аллаға шүкір, мінекей бүгін әдебиет әлемінде алдарыңызда бір есеп бергендей болып отыр. Әрбір жазғаны жүрекке жететін, әрбір жазғанның артында ойға жетелейтін өнердің бірі. Мынау көптеген өлеңдеріне ән шығып жатса, ол да сіздердің жүректеріңізге жетіп жатыр. Сәл артқа шегініс жасасақ, кешегі күні біздің тәуелсіздігіміздің жеңісі болған, тәуелсіздігіміздің жемісі болған желтоқсан көтерілісі. Мен сол желтоқсан көтерілісінің төраға орынбасарымын, осы Тараз қаласында. Міне сол бізге жол ашып берді. Тәуелсіз мемлекет болды. Міне сол мемлекетті жырла деді, соның бәрінде талмай жырлап келе жатқан үміт сізге рахмет. Еңбегің жемісті болып берді. Осындай биіктерден көріне берді, және мына отбасылық, творчестволық бақыт тілеймін. Рахмет. Рахмет ағасы, Исмаил аға, рахмет. Света Көшімбетова, профессор деп, бір ғана атағын айта салайықшы. Кәдімгі профессор. Құрметті қауым, кеше ғана ұлыстың ұлы күні болды. Міне бүгін тағы да мейрам жалғасып жатыр. Үміт замандас, сырлас, құрдас дейміз. Бұдан 15 жыл бұрын Ербол аға мен баламның тойын басқарған. Міне содан бері бұл кісілерді мен жақсы танимын сырттай. Міне енді жақыннан бері етене жақын таныс болып отырмыз. Бағана жұмысым тастап, мен Тараз мемлекеттік университетінде 6000 студентім бар. Ертең сол 6000 студентіме осының бәрін айдан анық әдемі қылып жеткіземін. Филология факультетінде жаңа 3 пар сабақ өттім де, бері қарай машинеге мініп, сіздің мынандай шығармашылық кешіңізге қатыспау мүмкін емес деп келдім, білесіз дегенді. Бәрекелді. Сіздерге осындай бір керемет қыздарыңыз бар болғанына қуаныштымын. Қазақтың біртуар қызы, қазақтың керемет ақын қызы, кім болса да ғашық болады әніне, жырына. Сіздің тойыңыз тойға ұлассын, отбасыңыз берекелді болып, бақытты болып, аңсаған арманыңызға жетіп, Қазақстан емес әлемге атыңыз шықсын, той тойға ұлассын, үйлеріңізде осылай той болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін, Света. Рұқсат отыра беріңіз деп қойын. Саламатсыздар ма, құрметті бауырларым, құрметті
Бүгін ананы, ақынды, қызды ұлықтау күні. Мына осы таластың өзім бірге қызметтес болған, өзіме аға бола білген, ақылшы болған ағаларыма, осы аудан басшыларына көп рахмет айтқым келеді. Себебі үміттің, ақын қыздың ұлықталуы ол біздің ұлықталуымыз, біздің мақтанышымыз. Үміт кешегі өткен Фаризаның ізі болса, Күләш апамыздың қазіргі көзі, шәкірті. Кешегі дүниеден өткен Нарша ағамыз айтқан, елде тұрам деп. Үмітпенен Ербол әлі елде тұрады. Міне сол үшін де басым дейгім келеді. Үміт, біз сені мақтамаймыз, біз сеніменен мақтанамыз. Қазақстан Республикасының қай бір жерінде жүрсек те, үлкен осындай зәулім өнер қырандарының, өнерлі азаматтардың өнер көрсеткен жерінде сенің әнің айтылып жатқанда, төбеміз екелі көкке жетпей, жанымызда даусымыз жеткенше, мынау біздің таластың тумасы, үміт қыран қызының әні деп, соны айтуға жеткізіп отырамыз. Қазір барлық жерде сенің әнің шырқалып жатыр. Сол әніңменен өзің танылып отырсың. Ербол, үміт бұл егіз ұғым. Себебі Ербол қасыңда өстіп, қошеметтеп, қасыңда тіреу болып жүрмесе, түн жарында отырып сенен өлең туар ма еді? Өлең жазсаң жаныңды жеп жазасың деп, мынау туған жер туралы, махаббат туралы, ана туралы, бала туралы бір қолыңмен бесігіңді тербете отырып, екінші қолыңменен әлемді тербетіп, және де сонымен бірге жүрегіңнен десте кереметтей әндер туды, кереметтей өлеңдер туды. Міне сондықтан да сенің барыңа рахмет, үміт. Ары қарай өзіңнің ұрпағыңмен мың жасаңдар ерекең екеуің, балаларыңның тек қана бақытын көріңдер, немерелеріңнің тек қана шаттығын, күлкісін көріңдер. Бүгінгі кешке келгеніме мен өте қуаныштымын. Сені ары қарайда өзіңнің қаламыңнан кереметтей бір шығармалар шығатынына, туындайтынына әлі де сенемін. Осы таластан кетсем де, осы таластағы әрбір азаматтың, әрбір қыздың, әрбір сіңілімнің, отбасының үйінде тек қана жақсылық болса екен деп мен тілеулес болып тақымымды қысып отырамын. Бәріңізді көріп қауышқаныма қуаныштымын, басым. Айтқаныңыз келсін, әумин. Гүлнар Құлжақызы таластан, біздің талас трамплин болып, Жамбыл облысында алғашқы ашылған, Тараз қаласында алғашқы ашылған Назарбаев атындағы химия технология колледжін басқарды. Қазір мінге елім жұртым деп, біздің таласқа, туған таласқа сағынып келіп отыр. Сахнадан кетпеңіздер, естелікке сурет көрсек сіздермен. Және де біздің қонақтарымыз естелікке сурет көрсіп алсақ. Мен осы жерде сіз хабарламай тұрып айта берсем қайтады осы әңгімені. Қымбатты өнер сүйер, өлең сүйер жерлестерім, таластықтар, менің биыл шынымен де бүкіл облыстық республикалық газеттер жарнамалап, хабарлап жазды. Екі бірдей кітабым дүниеге келді. Біреуі прозалық шығармалар, қай жерден кетті қателік деген. Біреуі мендегі іңкәр махаббат деп аталатын поэзиялық өлеңдер жинағым. Осы екі кітабымды Пернебек Оспанұлы қайырды екен. Мен осы өзіміздің Ұлбике ақын апамыздың атындағы киелі шаңырақта осы екі кітабымның тұсауын келген, Тараздан келген қонақтарға және ел ағаларына кестіртіп алғым келіп ырымдап отырмын. Және де Талас ауданының ардагер төрағасы Байзақ Көлбайұлы. Талас аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Байзақ ағам Көлбайұлы. Қазақстан Республикасының құрмет мәслихат депутаты Әсел Жұман. Бәрекелді.
облыстық мәдениет басқармасының бастығының орынбасары Зубайра Жарқынқызы, Бәрекелді. аудан әкімінің орынбасары Серік Ералыұлы Дадабаев. Қымбатты Секе. және де Жамбыл облысы іскер әйелдер қауымдастығына келіп отырған. Иә, іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері ретінде Оразгүл әпке, Оразгүл Тойбековна және Туғанай Жалмұрат қызы. Туғанай құрбым, сіздерді және біздің ауданымыздың айнасы ғой. Арқабек ағамсыз қалай мен жаңағы өзімнің ырымымды жасай аламын. Сондықтан Арқабек ағамның да, Арқабек Төлебаевты да ортаға шақырғым келеді. Талас ауданының мәслихат депутаты Арқабек Төлебаев, келіңіз. Мендегі іңкәр махаббат деп аталатын поэзиялық шығармалар жинағын осыны Арқабек ағам, Сайлаухан ағам, облыстық ардагерлер кеңесінің көзі болып келіп отырған, және облыстық іскер әйелдер қауымдастығы екі қыз Оразгүл, Туғанай аға ортаға сіздердің кесіп жатқандарыңыз көрінсін, және Исмаил ағам ортаға. Иә, бісмілләдір, менің қолым емес, бейбәтімен пірімнің... Қошеметте отырыңыздар, тұсауы кесіп жатыр, рәсімді өтіп жатырмыз. Ең керемет толғынысты сәт деймін. Иә, Исмаил аға. Бәрекелді. Туғанай. Сол, иә. Мұна кітапты алып кезесін. Бәрекелді. Мендегі іңкәр махаббат кітабының тұсауы кесілді. Ал суретке сүрмей. Алла разы болсын. Қошеметтен қолдап отырыңыздар, тағы да екінші авторлық кітабы. Енді қай жерден кеттеген қателік деп аталатын прозалық және драмалық шығармалар жинағымнан тұсауын өздеріңізге бергім келеді. Қымбатты Байзат аға, құрметті Гүлнар Құлыншаққызы, құрметті Зубайра Жарқынқызы, қымбатты Жұман ағам, Жұман Әсемұлы және Серік Ералиевич, Серік Дадабаев. Қай жерден кеттеген қателік? Ал сурет көшеміз. Сурет кеш. Міне, ардақты ағайындар, бір емес, екі кітабымыз оқырмандарға жол тартқалы отыр, бұл алғашқы уақыттан. Аумин. Байзақ ағамдар әлі сөйлеген жоқ. Серік Ералиевич, бәрекелді. Аумин. Қажеке,
әдемі жазады. Я Құдайым амандықта, бақытты мынау жақсы заманда. Еліміз аман, аспанымыз ашық, жеріміз тыныш, ұрпақтарда құдай ұлағатты өмір болып, мынау шығармашылық талантың үміт айналайын, үмітіңді күнеп өстің, соныменен ары қарай өмірің жақсылықпен жалғассын, халқың аман болсын, ұрпақтарың ұлағатты өмір сүрсін, патшада сабыр, халықта тыныш болсын, тыныштық болсын. Әрдайым Талас ауданының даңқы арта берсін, өздерің сияқты ұрпақтарыменен даңқы шыға берсін. Батырлар елі, 61 батыры бар еліміз, ақындар елі, өздерің сияқты ақындардан біз кемдемеспіз. Өлеңіміз өрге жүзіп жатады, соның барлығында сәттілік болсын. Аумин. Құрметті қошеметті бүгінгі кеш қонақтарының мінекей осы әдемі қатысуымен бір емес екі кітап. Ерланжан. Құрметті жерлестер, бүгін мынау үмітті бәріміз мақтап жатырмыз. Бірақ үміт қайдан шықты? Міне әңгіме сода. Мінекей мынау 61 герой деп Байекең айтып кетті ғой. Соның 13 герой шыққан Талас ауданы, Шорал ауылынан шыққан. Мінекей сол жерде мұғалімдіктен бастап, директордың орынбасары, Қаратауға көшіп келіп, Қаратауда мінекей директор болды, үлкен гимназияда. Одан кейін мәдениетке ауысты. Мінекей соның барлығына қасына жалау болып жүрген біздің бауырымыз Ербол. Сол Ербол үшін бір қол соқтап қойыңдаршы. Айналайын үміт, мынау өнерің өрге түссін. Әр уақытта бетің жарқын, жүзің жарқын, алтын кен, артыңның барлығы шуақты болсын. Айналайын. Мынау саған тілеген тілектің бәрі қабыл болсын. Тек қана сенен тек қана біз жақсы ән мен өлең, жақсы тілектер күтеміз. Айналайын. Сен жасыңа жас болсын, өзің айналайын, бала шағаңның рәтің қызығын көр. Айналайын. Керемет. Және де Талас ауданының ардагерлер кеңесінің төрағасы Көлбай Байзақ көкемізге құттықтау сөз лебізін білдірсек. Көлбайұлы Байзақ, аса құрметті тыңдаушы оқырман қауым. Талас ауданының және сырттан келген құрметті қонақтар. Мына зал күмбірлеген көңіл күйіменен тіпті шытынап тұр, жарылып кете жаздап. Неге? Мынау Үміт ақынның деген, Үміт ақынның шығармаларының шынайы шындығына деген сүйіспеншіліктен мен өзім сондай сезініп отырмын. Неге? Үміт ақын сонау бір жылдарда өлеңдерін оқып, ризашылық сезімді білдіріп, үмітін үкілеген Үміт ақын деп сол кезде бір қалам тартқаным бар еді. Ол қаламым шындығында ары қарай өзім кейде соны мына кітаптың ішінде ауызында тұрады, аңсарым дейтін кітабының ішіне соны өзім жазып қойып, қолжазбамда сөйтетін тұғым. Оқытекте оқып отырамын. Менің кітапханамда Үміттің кітаптары бар. Бұл қай жерден кеттік қателік жаңа оқып жатырмыз. Мендегі іңкәр махаббат неғып жатырмыз. Ауадыда тұрады аңсарым, көңіл күнделігі шығармалары Үміттің шығармашылығының терең, жан-жақты көрінісін терең ашып беріп жатады. Әдебиеттің
құрылыс материалы дейтін орыстың ұлы Фадеевтің сөзі бар. Қалай білсек, қазақ сөзі соншалықты құрылыс материалы екен, шебер материал, орнына тұра қалады дағын. Ал үлкен әдебиет әлемінің құнды шығармалары шығады. Ал қалай болса солай анандамына шатпақтай берсең, әдебиет емес, ол мәдениеттен кетіп қалады. Қазақ сөзін орнымен пайдалана білуіміз керек. Бағана бір сөзінде Үміт Қыранқызы, қарындасым, сені өмір Үміт Қыранқызы деп арнайы жатпаушы едім. Үмітжан деп қойушы едім. Айналайын, бүгінгі мәртебелі күнінде онымды артық болмас. Мысалы, мынау қазақ сөзінің құнарлылығы, қазақ сөзінің соншалықты нәрлілігі туралы бағана сіз Үміттің өзі бір қазақ тілінің нәрлілігі, сөзінің нәрлілігі жөнінде айтылып жатты. Сонда қараңызшы, мынандай сөздер ұғым бар. Соны қазақ сөзінде ботақаным дейтін, өте ұрпағына дейтін, кішісіне дейтін, үлкеннің кішісіне дейтін бір қандай әдемі сөз. Ботақаным менің, жаным менің, айналайын, құлыншағым менің деп жатамыз ғой. Ал енді осы сөзді әлгі біз дәріптеп, бәлен жыл сұмдық классикалық деңгейге деп содан аузымыздан түспейтін ұлы орыс халқының сөзімен аударып көріңіз. Верблюжонок мой ботақан, құлыншақ жеребенок мой боп шығады. Айналайын, вокруг вас кружусь боп шығады. Тағы қалай, осындай боп шыға береді. Сондықтан біздің қазақ тілі, қазақ сөзі нәрді. Қазақ сөзін орнымен пайдалансаңыз, мұндай тіл кем. Мынау Талас ауданында ақынға қат емеспіз, бірақ соның барлығының орны бар. Кешегі марқұм Нарша, анау Серік Томан. Ал енді мынау қазіргі Шеберкүл қарындасымыз жазып жүр. Фариза қазақ қыздарынан. Мынау Сабыр кім отыр, ініміз отыр, ақын ініміз отыр. Тұршы, бар ма? Сабыр ақын. Рысбаев. Біздің қазақ даласы, қазақ ауылы, оның ішінде Талас елі, Талас ауылы, ақын жанды халықпыз. Анау Ұлбике ақын апамызды, басқа да аталарымызды айтпағанда. Ал айналайындар, Үмітжан шығармалышылығын шалқып, өмірдің жақсылығын көре бер, ұрпақтарының қызығын көр. Сенде әлі үкілі үміттеп жүрсек, сенде есейіп келе жатсың, бірақ әлі балапандайсың қырар. Сіздер Асқар таудай қасында жүргенде мен шынды да балапан. Айналайын, мына осындай шығармашыл, осындай жан дүниесі, әдебиет әлемін кеңейтіп жүрген өз қарындасымызды мақтан етейік, шығармаларын оқып, тани түсейік. Әдебиет шығармашылық мұхитында еркін жүзген айналайын. Аумин, айтқаныңыз келсін. Аласармай алдыңда, көз алдында жүре беріңіздер, Асқар тау ағалар. Алла разы болсын. Құрман аға. Мен осында, Ерланжан, осы жерде көзіме ыстық оттай басып тұр. Бір нәрсе, не біліңші? Мен бір нәрсеге қынжыламда жүріп, үйде отырып, екі телевизордан да қарап отырып, өкінімде отырам. Мынау ең сүйікті көңіл сезімін, адам жан дүниесінің рахатын әбден бір көрініс ретінде жақсылық ниетпен, ықыласпен гүл тапсырамыз. Айналайындар, көкейімде жүрген бір кесел сияқты жүреді өзінше. Сезімін жараланып жүреді.
бүгін үмітке қаншама керемет жауһар гүл тапсырылып жатыр. Осы сияқты бұрындарда тапсырылады. Талай өзімізде талай гүлді аламыз. Айналайындар, мәдениет, әдебиет, аржағы қазақ халқы, басқа ел неғса болсын. Гүлді қадірлейікші. Анау тапсырылған гүлді еске құшақтап отырып, ал мына жерге тастай салмайықшы. Оны тіпті мына сахнада, мына жерде бір орын қойып қояйықшы. Анау сахнада мына нелер жасайтын сияқты, осыны ойластырайықшы, анау аппараттар тұратын сияқты. Бір жолын табыңыздар, гүл дейтін жан сезімі, ол шырын айнала. Рахмет. Әдемі ой тастадың шынымен де ойланатын және бір жолын табатын нәрсе. Үміт Қыранқызы, сіздің мынау ақындық, сазгерлік бір қырыңыз бөлек, әр салада қырыңыз бар. Соған еліктеп өскен іні сіңілдеріңіз сізге арнап, осы мерекелік кешіңізге арнау шығарып келген сіңілдеріңізге кезек берсек. Бәрекелді. Мен сен Надирасың ба? Болашақ ақынымызды мен біліп тұрмын. Батамды бердім кішкентай кезінде. Надиражан, сен бастамай тұрып, мен осы жерде есет досалы отырған сияқты. Бір көрініп қойшы, мен қараңғы жарықтан көремей тұрмын, айналайын. Ақжол газетінің тілшісі, танымал айтыскер ақын, біздің таластық мақтанышымыз есет досалыға да бір қошемет көрсетіп қойыңыздаршы. Ал, Надираңыз, бастай беріңіздер, айбек беріңіздер. Үміт Қыранқызына арнау. Өрнек деген парақты өнерімен, жан сырларын ақтарған жүрегімен, үміт ақын жырлары бір қағазға сыймайтұғын жүргенін білемін мен. Жансызсыз бүкіл халық құрметтеген, әніңізбен жанымды тербеп келем. Жеткіздіңіз өлеңді ұрпақтарға айырбастап уақытты еңбекпенен. Бойыңыздан сұлу ән, жыр кетпеген, ақын деген есімді кірлетпеген. Үміт ана, сіздегі сыршылдықты жан жоқ шығар, өзіне үлгетпеген. Өрелі боп өссе деп жастарымыз, ізіңе ақын көшін бастадыңыз. Өлеңіңіз өшпейтін мәңгі жаттан сіз бастаған жолдарды басқаныз біз. Сіздің жүрген жолдарыңызды барлаймын, әніңізді өлеңіме жалғаймын. Армандарды сіз қосатын жырма, асқақтатып танытудан танбаймын. Сарқылмас теңіздей көремін, бір содан табылған керегім, мен үшін сақтаған шыдамын, қамқоршым бар менің мұғалім. Жанымды біліммен соғарып, суреттей мүсіндеп шығарып, шыдамым құрышпен қиялым, ол менің ағылшын мұғалім. Табиғат құбылыс дүние, кеңістік бәріне кім ие, оқимын, білемін, оғамын, ол менің ағылшын мұғалім. Табиғат ауырсам, жабықсам мен мүлде, серпіліп жадырап сергуге, келмеседі білемін түп әлем. Болмаса қасымда мұғалім, сағынтар жол шеккен шақтарда, бір ыстық адам бар оттанда, жеткенше асығып тұрамын, ол менің ағылшын мұғалім. Дарытар молшылық ырысқұт, әлемге тілеймін тыныштық, білекті біліммен жеңемін, өйткені ағылшын мұғалім. Үшаралым менің, үшаралым, ұлы ұям самғап ұшар әнім, әлемді шарлап кетсем де, сендей жер қайдан табамын. Үшаралым менің, үшаралым, жерейік жанға жалауым, аңсаған шақта өзіңді жабырқап тіпті қаламын. Тәрк етіп заңын даланың, қинайма сені заманың, кейпіңді көріп жүдеген, көзіңді жасқа маламын. Жоқ бірақ ешбір амалым, қауқарсыз қолда қаламын. Қорғансыз сәби баладай, қалдың ба қамсыз қамалым.
Димаш ата рухына Үміт Бетенова. Ашаң жүзін торласа да жиымың, еңсе түсіп еңкейтпестен иығын, мәңгі қалған сақтап кесек тұлғасын, Алатаудың ақ шыңындай биігім. Еңбегің зор, төккен жылдап айлап дер. Еңбегің зор, төккен жылдап айлап дер. Ен даланың ел байлығы асылы, өзің барды өзендейін тасыды. Бұлақ басы берекемен бірліктің, нар бейнелі мән халқының хас ұлы. Елдің ерек таратуған қимасы, өзіңдей, өзің бөбең өрге аққан оларына, үлкендердің ұлатасы үлгеткен қазағымның қарапайым Димашы. Бір бойына тұнған шексіз даналық, бір бойына тұнған шексіз даналық, қадірінен дамыл тапқан дала ұйып, қадірінен дамыл тапқан дала ұйып. Күн туғанда заман бетін бұрарға, өзің бөбең өрге аққан ұларына. Бәрекелді. Қонаев мектебінің ұлдары болу керек, я? Сәуле Түменбаева, Қонаев мектебіне осындай шәкірт тәрбиелеп жатқан қазіргі ұрпақтарымыз өлең жаттай бермейді. Осы балапандар өлең жаттап, жыр сүйер жүректерін көрсетіп жатыр. Қошемет көрсетіп қойыңыздаршы Нұрлан ұлдарына. Және сен лицейде оқып жатсың ба? Лицей ұжымына да мың алғыс. Мынандай озат, ойлы, озық шәкірт тәрбиелеп жатқан барлық білім мекемелеріне Құдай абырой берсін. Әумин, балапандарым. Рахмет. Ата-аналарына және ұстаздарына. Мінекей көпшіліктің және жас буынның да әдемі арналып жатыр Үміт Қыранқызы. Айтарыңыз бар ма? Иә. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін өлеңмен жеткізейін. Құдай қолдап, көсегесі көгерген, ел жұртыма танылып қалдым өнерімен. Көкірегімді қарсайрар көп түйткіл, абыройлымын, атақтымын дегенмен. Есімімді есіміммен атаған, осы күнге жете алмады атанам. Рухтарына күнде Құран бағыштап, тек тылсымға тылсыммен тіл қаталам. Өмірді өрген өлең жырмен, әнімен, бауырларым мақтанады менімен, зейіні жоқ бірде-бір солардың жан дүниемді ұқпайдау деп егілем. Жиі шыққан жинақтары екелі, туған туыс мені мақтан етеді. Оқидау деп дәметпеймін олардан, елегені ескергені жетеді. Бойларына тәрбие білім бірдарып, балаларым өсті менен үлгі алып, ғаламтордың айналма деп құлына отырамын бір ескертіп, бір налып. Мен арқылы ескап тәтті шақтарын құрметтейді қатарларым, достарым. Жалғызсырап кетем кейде оларды мазаласа басқамымен, басқамың. Жан болған соң жырдан қару құрайтын. Жандар да көп, менен көмек сұрайтын. Уақытымның бос кетпеуін ойлаймын, жасағаннан төзім сұрап шыдайтын. От аузымен құсты түстеп теңгілер, меніменен санасады шенділер. Екетпейді айтқанымды обал не? Бізге қырын қарамаса болды дер. Аман есен атса болды сыратам. Мен дөзімді кейде осылай жұбатам. Тербетіліп бейбіт күннің бесігі бәрімізді әлделейді бір отан. Бірдей көрген көсемін де шешенін, маған қымбат жоқты барды осы елім. Осы еліммен өссем бірге өсемін, осы еліммен өссем бірге өшемін. Жан тәніммен сүйген оңы терісін, осы елімнен артық ел жоқ мен үшін. Елім осы еркелеткен мен үшін, мен өлгенше қызмет етем ел үшін. Бетенова Үміт Қыранқызына құрмет қошеметтеріңіз. Керемет, тамаша.
қадірменді ағайындар, расында да бүгінгі үміт қыран қызы. Ақсұлу Байболатованың күйеуің екеуіңді айтуым керек қой негізі. Мақсат екеуінің мына кішкентай титтей әдемі қыздардың тұсауын кесіп едім. Гүл сезімінің мінекей бой жетіп келе жатыр. Алла сіздің жолыңызды берсін. Бәрекелді, менің қаратаулық құрбыларым. Тамаша, бүгінгі кешіміздің туған жер, менің сырластарым. Сырым да сен деп аталуында бір себебі бар. Өйткені туған жерге деген құрметі ерекше. Әрине, тамаша осындай үміт қыран қызының тамаша әннің бірі таласым деген керемет ән бар. Осы таласым әнді орындайтын көңілашар үштеген түлесі осы 5 жыл бұрын үміт қыран қызы өзіңіз тұсауын кескен болатын. Еліңіз батасын бергеніңіз, сол өнердегі інілеріңіз көңілашар үштігі осы кештің қорытындысы ретінде таласым деген тамаша әнді шырқауға шақырып кезек берсек те отырмын. Көңілашар үштігі. Aya
Тамаша, Таласының өнері шарықтай берсін. Баршаларыңызға мың рахмет алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше сау саламатты боламыз.